Abalayım, karası, kanlar, pazar kopuşukta çıraktı. Sen onu kaydan çıraktı. Biliyorsun diye. Adam sana kaydan kırak koyayım. Apınar yapay. Kızlar, ne isteyip жатсыңдар сендер? Ben karası, kazayım, benim kolumun kazayım, kopuşukta çıraktı. Оның қайдан шыққанын білесіңдер ме балалар? Ол мына су сабыннан шығып жатыр екен. Осы ғажайып су сабынымен біз қазір тәжірибе жасап көреміз. Қане қолдарыңызды жуып аламыз, сосын тәжірибе жасап көреміз қазір. Қыздар, бүгін біз су сабынмен біз тәжірибе жасаймыз. Су сабынды бірінші мынауымызға су құямыз, одан кейін су сабынды құйып, мына қылқаламдар арқылы оның көпіршіктерін көпіртіп, біз сол көпіршіктерге сурет саламыз. Қане қыздар, енді бастаймыз. Қане бірінші су құямыз. Су құяйықшы қане. Ыдысымызға су құямыз. Сен балайым, мына суды құямыз. Суымызды құямыз. Құяды, көбірек құяды. Құяды. Ал енді су сабымызды ішіне құямыз. Су сабымызды көп құямыз. Көп құямыз ішіне. Су сабымызды көбірек құямыз. Ал енді қыздар, қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі. Олай болса біз көктемдегі көріністер саламыз. Гүлдерді, ағаштарды саламыз. Осы көпіршіктердің үстіне сурет саламыз. Салып ойнашы екеуің. Көктем мезгілінің гүлдердің, ағаштардың суретін саламыз. Gülün surетін саламыз айтылды. Тағы да батыр, былай гүлдің, ағаштың суретін саламыз. Сен ненің суретін салдың, балайым? Талдың суретін салыпты. Аяғың ненің суретін салып жатыр? Гүлдің суретін салып жатыр. Тағы да батыр, сала береміз. Көп көктем батыр, сол саламыз. Жарайсыңдар қыздар. Міне біздің балайым көктем мезгіліндегі ағаштың суретін салған екен. Ал біздің аяулы гүлдің суретін салыпты. Жарайсыңдар қыздар. Қандай ғажайып болды. Бүгін біздің су сабынның қандай ғажайып тәжірибе жасадық. Жарайсыңдар қыздар.